Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жұлдыз. Бүгін өте дәмді дастарханға қойылатын, бірден желініп кететін дәмді салатты дайындаймыз. Бұл салатты әркім әртүрлі жасайды. Қазір сіздермен өзім қалай жасайтынымды көрсетемін. Яғни бізге қияр қажет болады. Маған бір қияр ғана жеткілікті, себебі мен тек бір тәлікке жасаймын. Егер сіз 2-3 жерге жасайтын болсаңыздар, онда қажетті заттарды көбірек қосасыздар. Қиярды ұсақтап 4 бұрыштап тураймыз және туралған қиярды тәрелкеге саламыз. Келесі бізге сыр қажет болады. Сыр қатты болу керек, жұмсақ болмасын, және үнемі өздеріңіз жеп жүрген өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Сырды да 4 бұрышты қылып тураймыз. Видеода көрсетілгенде ұсақтап туралған сырды тәрелкеге саламыз. Келесіде бізге шұжық қажет болады. Маған 300 грамдай шұжық кетті. Шұжықты өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Шұжықтың дәмді болса, салаттыңызда дәмі өте жақсы болады. Шұжықты да ұсақтап 4 бұрыштап тураймыз және тәрелкеге саламыз. Келесіде бізге жұмыртқа қажет болады. Маған 2 жұмыртқа кетті. Жұмыртқаны да ұсақтап 4 бұрышты қылып тураймыз. Туралған жұмыртқаны тәрелкеге саламыз. Келесіде бізге қызанақ қажет болады. Қызанақты да дәл видеодағыдай 4 бұрыштап ұсақтап тураймыз. Турап болғаннан кейін қызанақты тәрелкеге салып қоямыз. Бұл жерде маған тек бір қызанақ қана қажет болды. Қызанақты турап болдық. Енді осы қызанақты тәрелкеге салып қоямыз. Ең соңында жүгеріні тәрелкеге салып қоямыз. Міне салатымыз дайын болды. Ортасына майонезді саламыз. Өте әдемі салат, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.